Окей, сәлем. Бүгінгі видеода ментал фитнес және ментал фитнеске байланысты өзімнің бағдарламамды таныстырғым келеді. Ең алдымен бүгінгі видеоның тақырыбына бастайық. Бүгінгі видеомыздың тақырыбын потенциалды іске қосатын, рахаттана отырып, бақытты өмір сүруге қажетті үш негізгі бұлшықетті қалай өсіруге болады, қалай дамытуға болады деген тақырыпты талдайтын боламыз. Ең алдымен осы бұлшықет ментал фитнес дегеннің не екеніне назар аударайық. Ең алдымен ментал фитнес дегеніміз ол қиындықтарға негативті емес, позитивті сана арқылы жауап беру қабілеті. Әдетте біз тауға шыға алмасақ, немесе күні бойы жұмыс істегеннен беліміз ауырып жатса, көп ауыра берсек, немесе белгілі бір физикалық қиындықтарға шыдамай жатсақ, онда маған денемді шынықтыру керек, менің фитнес деңгейім төмен, маған спортзалға бару керек, фитнеске бару керек. Дәл қазіргі сәтте бұларды жасай алмаймын, бірақ егер де дайындалсам, онда бұлшықеттерімді шынықтыра аламын деп жиі айтамыз. Дегенмен де дәл осы затты өмірдегі түрлі қиыншылықтарға, түрлі стресске, мәселелерге келіп тірелген кезде миымыздың қаншалықты потенциалы бар екенін және оны қалай шынықтыруға болатынын ескере бермейміз. Ментал фитнес міне дәл сол іс туралы. Яғни бір қиыншылыққа, мәселеге тап болған кезде, санамызда, миымызда бос энергияның болуы және сол энергияны негативті, яғни реактивті түрде жауап беру арқылы емес, керісінше проактивті, яғни позитивті сана арқылы жауап беру. Нәтижесінде біз сау қарым-қатынаста боламыз, өнімділігіміз жоғарылайды және әрине жан тыныштығы, тән, дене тыныштығына келеміз. Бүгінгі менің сіздерге таныстырайын деген бағдарламам ол позитивті психология деген ғылымнан басталады. Бұл ментал фитнес бағдарламасы Шерзат Чаминнің зерттеуіне негізделген және ары қарай осы коучингтік бағдарламаға қатысты зерттеулер жүргізе отырып, нейрология, позитивті психология, когнитивті мінез-құлық психологиясы, өнімділік жайлы ілімдердің қорытындыларына негізделген. Бұл коучинг бағдарламасына кімдер қатыспаған? Иә, 100-ден аса компания басшысы, олардың басқарушы командалары, кітаптың авторы Стэнфордта лектор болған, сол кездегі Стэнфорд студенттері, әлемдік деңгейдегі элит спортшылар, 50 елден келген 500 мың қатысушы, бұл осы коучингтік бағдарламадан өткен адамдар. Және бұл зерттеудің нәтижесі 20 тілге аударылған Нью-Йорк Таймстың бестселлер кітабы позитивті интеллект кітабында жарияланған. Бұл кітаптың жалпы егер қорытындылайтын болсақ, бұл зерттеуді ол факторлық талдауға келіп тіреледі. Егер ғылыммен айналыссаңыз, немесе жалпы академиялық кітаптарды оқысаңыз, факторлық талдау деген талдау түрі бар, иә. Бұнда біз кез келген бір мәселені алып, оның бір негізгі себебін тапқымыз келеді. Негізгі себебін өте қарапайым түрге дейін келтіреміз да, сол қарапайым түрдегі міне проблеманың түбі осында деп. Мысалға, әлемде мыңдаған түс болса, сол түстердің түбінде 3 фактор ғана бар. Ол қызыл, көк және жасыл түстер. Осы 3 түсті араластыра отырып, біз басқа мыңдаған түсті ала аламыз. Дәл осылайша, егер де өмірімізде болып жататын неше түрлі ойлау паттерндары, терісі бар, оңы бар, барлығын алып, енді осылардың барлығын қарапайым түрге келтіріп жіктесек, онда не шығуы мүмкін? Мәселен, осы зерттеудің талдауы бойынша біз егер де ментал фитнеспен айналысқымыз келсе және ментал фитнестің негізі ретінде 3 негізгі бұлшықетті айта аламыз. Ол бірінші бұлшықет, иә, саботажға тосқауыл қоюшы бұлшықет, екіншісі ол ішкі данышпан бұлшықеті және үшіншісі өзін өзі басқару бұлшықеті. Бұлардың барлығы әрине ауыспалы мағынасында, иә. Егер біз денемізді шынықтырсақ, онда трицепс, бицепс барлығын көреміз, ал мұнда барлығы менталды абстракты деңгейде. Демек, біз оны осылай факторлық талдау жасау арқылы осындай қарапайым түрге дейін мұны жеткізе аламыз. Енді қазір әрбір бұлшықет түріне жеке-жеке тоқталамыз. Бізде 10 саботаж жасаушы және 5 данышпан күші бар. Бұл күштерді қазір көрсетемін.
Саботаж жасаушы саботаж жасаушы ойлау паттерндары бізде 10 түрі бар деп айттық, және солардың ішіндегі мастер универсалды саботаж жасаушы біздегі ойлау паттерніміз ол меншіл сот деп аталынады. Меншіл сот ол өзінің мінегенді жақсы көреді, басқаларды мінейді, және бұл өзі тұрған осы бір ситуацияны, жағдайды мінеуге құмар. Мәселен, неге мен осындай ақымақпын, неге мен сондай жан едім, мына адам жынды ма, неге осылай жасап тұр, егер де мына ситуация болмағанда менде бәрі басқаша болады. Бұның барлығы не өзімізді, не басқаларды, не болып жатқан жағдайларды мінеу және соттау. Бұл жаман қасиет емес, бұл бәріміздің бойымызда бар. Дегенмен де, оның жақсы қасиеттері ол бізді құтқарады, иә. Ол бізді күтпеген жағдайлардан, жағымсыз жағдайлардан бізді алдын ала қорқытады, және болашақта болуы мүмкін тәуекелдерді алдын ала болжауға көмектеседі. Яғни біздің ішіміздегі мүшел сот айтады: егер мен қазір сенің жазаңды бермесем, онда сен бұл мәселені қайталай бересің. Егер де сені осылайдан айтпасам, сен сондай ақымақсың. Сен ары қарай бұдан ештеңе үйренбейсің. Егер де басқа адамдарды мінемесем, онда мен өзімнің объективтілігімді жоғалтамын, және басқаларға өзімнің мүддемді беріп қоямын. Деген сияқты өзімізді қайтадан ақтап аламыз. Яғни ішімізде біз оны соттаймыз, бірақ өз-өзімізді не үшін олай етіп жатқанымызды өзімізге түсіндіре аламыз. Бұл бізде жалғыз ғана саботаж жасаушы паттерн ғана емес, иә. Бізде әлі тағы да 9 түр бар. Олар: контролер, құмар, тынымсыз, перфекционист, жағымпаз, аса қарағы, қашқын, құрбан, гиперрационалды. Бәлкім, өзіңіздің жаныңыздағы бір адамдарыңызды, жақындарыңыз біреу: мынау деген, мынада саботаж жасаушы құрбан паттерні бар, менің ана досым негізі бәрі заттан қашып жүреді, ол бір қашқын, деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ бұл курс барысында және осы видеода біздің басты мақсатымыз басқалардың кемшілігін тауып, олардың бойындағы саботаж жасаушы паттерн емес, өзімізге фокусты оралдыру. Біздің бойымызда қандай қасиеттер бар. Иә, мына жерде ағылшын версиясында қойып қойдым. Мүмкін кейбір жағдайларда ағылшын нұсқасы дәлірек ұғымды беруі мүмкін. Енді бұл тығылып жатқан ақпарат емес. Егер де осы тестті тапсырып өзіңіздің бойыңыздағы саботаж жасаушы паттерндарды анықтағыңыз келсе, онда Positive Intelligence веб-сайтына кіріп, positiveintelligence.com, сонда Saboteur Instructions деген тест бар. Сол жерде саботаж жасаушы паттернін анықтай аласыз. Егер де сізге ағылшын тіліндегі тесті сәл қиын болып жатса, онда мен Google формасын аударып салып қойдым. Сол жерге сол форманы толтырыңыз, сосын мен автоматты түрде әзірше де бере алмаймын, бірақ дегенмен де нәтижесін бір күн ішінде сізге жазып жіберемін. Ол үшін мына QR-кодқа немесе мына сілтемеге өтіңіз, және де осы видео салынған платформаның төменгі жағынан тестқа сілтеме табасыз. Егер де бүгін ештеңе істемесеңіз де, онда осы тестті тапсырып, бойыңызда қандай ойлау паттерндары бар екенін анықтасаңыз болады. Ары қарай кетсек, және осы тестті тапсырсаңыз, онда мәселен positiveintelligence.com сайтына кіріп ағылшынша тапсырсаңыз, онда сіздің нәтижеңіз бірден шығады. Нәтижесінде сізге міне осындай тест нәтижелері көрінеді, яғни сіздің бойыңызда қайсы саботаж жасаушы паттерннің көп екендігі көрсетілген. Өзіңіз байқағандай, барлық саботаж жасау паттерні белгілі бір деңгейде бәріміздің бойымызда бар. Және бұл кейін мысалға сіз тапсырып, досыңыз да бірге тапсырып жатып, егер де сандарыңызды салыстырып, сен көбірек саботаж жасаушы паттерн, менде азырақ екен деген бір-біріміз салыстыру емес, біз бұл абстракты түрде өзіміздің бойымыздағы қайсы паттерн көбірек екенін ғана анықтауға арналған, иә, басқалармен салыстырмаймыз. Және оған қоса әрбір саботаж жасаушы паттернге қосымша ақпарат берілген, яғни ол не, бұндай паттерн кезінде ойыңызға қандай көп не көбірек келеді, санаңыздағы сұрақтар деген сияқты. Яғни тестті тапсыру арқылы да көп нәрсе өзіңіз туралы үйренуге болады.
Енді осы саботаж жасаушы паттерні мен ішкі данышпан деген екі бұлшықетті салыстырып көрейік. Саботаж жасаушы ойлау паттерндар болған кезде бізде осы сұрақтар болғанда, және бойымызда керісінше ішкі данышпан, яғни біз креативті, ашық, кез келген идеяға ашық, а, м, а, белгілі бір ситуацияны соңына дейін көре алатын, немесе өзімізге эмпатия арқылы жасау үшін жасаған кезде біздің миымыздың түрлі бөліктері қозғалады. Егер де бізде мысалға ішкі данышпан бағытындағы ойлар көбірек жүре бастаса, онда біз ортаңғы префронталь қыртысы, эмпатия контуры мидың оң жарты шарында көбірек өзгеріс байқаймыз. Яғни егер де бізде онда көбірек өзгеріс болып жатса, демек біз осы саботаж жасаушы ойлау паттернін азайта отырып ішкі данышпанды көтерсек, онда және ылғи солай ойлауға тырысып жаттығу жасай берсек, онда белгілі бір кезеңде бізде миымызда ойлау паттерндары өзгере бастайды, нәтижесінде бізде жаңа нейрон тізбектері пайда болады. Біздің мақсатымыз осы көбірек жаңа нейрон тізбектеріне қосылу, яғни біз өзімізді сынап керісінше өзімізге эмпатия арқылы ішкі данышпан бұлшықетін көбейтеміз, және сол арқылы жаттыға берген сайын біз өмірде де белгілі бір қиындықтарға тап болған кезде оған миымызда қалыптасқан нейрон тізбегі арқылы жауап беруге тырысамыз. Ең қызығы екі ойлау паттернда бізді мақсатымызға жеткізеді. Саботаж жасаушы ойлау паттерні арқылы да біз мотивация алып мақсатымызға жете аламыз. Ішкі данышпан арқылы да мақсатымызға жете аламыз. Бірақ саботаж жасаушы ойлау паттерні ол қорқыныш, стресс, ашу, кінә, ұят және сенімсіздік сияқты негатив эмоциялар арқылы мотивация береді. Ал ішкі данышпан керісінше эмпатия, қызығушылық, креативтілік, мақсат сияқты позитив эмоциялар арқылы мотивация береді. Және осы бағдарламаны табуымның және осы бағдарлама арқылы курс өтуімнің басты себебі негізі осында болды. Себебі мен өмір бойы бір қызық парадоксқа тап болдым. Себебі менде біраз уақытқа дейін подкаст та жазылмады, ештеңе болмады, және ол кезде менде PhD басталды, докторантура жасай бастадым, және басты себеп бос емеспін, уақытым жоқ болатын. Кейін біраздан кейін бос уақытым пайда болса да, мен бұл заттарға қатты мотивация болмайтын. Сол кезде мені таңғалдыра бастады. Мен жаңағы бір нәрсеге қол жеткізбедім деп айта алмаймын. Көп нәрсеге қол жеткізе аламын, көп нәрсені жасай аламын, бірақ та көп жағдайда менде мені іске қосатын, маған мотивация беретін бұл көбінесе негативті эмоциялар екен. Себебі мен PhD-ға кіргеннен кейін менде бәрібір ұят деген сенетін нәрсе бар. Ол супервайзерімнан ұят болады, менің тобымдағы басқа адамдардан ұят болады, қане мен қазір жасайын. Немесе бұның дедлайны бар, мен оны ертеңге дейін бітіруім керек, иә. Демек белгілі бір дәрежеде мындай survival, яғни выживание жасайтын қасиеттер арқылы мен көбінесе мақсатыма тез жететін болғам. Ал керісінше, мысалы, подкаст жасау деген нәрсе, ол менің тікелей қазіргі өмір сүруіме ондай маңызды емес, иә. Ол ұзақ мерзімде менің реализацияма, потенциалымды іске қосуға, менің креативті ойлау жүйемді дамытуға, сыртқы әлеммен байланыс орнатуыма ұзақ мерзімде жеміс беретін нәрсе. Және ол затты іске асыру үшін маған мотивация беретін эмоциялар негативті заттар емес. Ол қорқыныш, стресс, ұят ештеңе емес, иә. Мүмкін мен бір жерден грант алып алып, содан кейін сол грантты ақтау үшін подкаст түсіруім керек деп ойлауым мүмкін, иә. Солай арқылы жасап, ақша басқалардан ұялғанымнан. Дегенмен де бір осындай қорқыныштан емес, неге бір рахаттана, бақытты болып, қуанып, неге мен өмір бойы бір стресстан емес, керісінше қуаныштан, рахаттана отырып, мақсатыма жетпеске деген осындай идеядан соңғы бір жылымды осыған арнадым. Және мен үшін өте қызық концепция болып шықты соңында. Енді шынында да екі нәрсе де бізге жетістікке жеткізеді. Бірақ саботаж жасаушы паттерндар жетістікке жеткізгенмен бізге бақыт әкелмейді. Ал ішкі данышпан жетістікке де бақытқа да алып келеді. Яғни бізде happiness and joy екеуі де қатар жүруі мүмкін.
Сонда негатив эмоциялар пайдасы бар ма? Көп адамдар айтады, үлкен мысалға, иә, компанияның басшылары болсын, неге жоқ, мен стресс, ол менің маған көбінесе шок береді, және шоктың нәтижесінде мен көбірек істер атқара аламын. Негативті эмоциялардың пайдасы бар. Немесе мәселен, мен күнде таңертең тұрған кезде кішкентай темір тікенектер бар, кілемнің үстінде тұрып тісімді ысқанды жақсы көремін, себебі кішкене маған шок береді, және бірден ұйқымнан оянып кетемін. Яғни пайдасы сияқты. Дегенмен де мысалға қолыңызды плитаға қойып қойсаңыз қаншалықты ауырған жақсы, иә? 1 секунд, 5 секунд, 15, 20, 30, 1 минут. Иә, дәл мұндай нәрседе бізге 1 секунд жеткілікті болар. Себебі қолымыз қойды, ауырды, және біз ол жер бізді ауыртатынын білеміз, нәресте болсын, кейін ол затқа жоламайды. Оған бір ескерту сигналы сияқты. Яғни негативті эмоциялар олар 1 секундтық ескерту сигналдары. Олай болса, ол пайдалы. Ол бізді ұйқымыздан оятады, бізді сергітеді, бізді ары қарай жүргізеді. Егер де біздің бойымызда қорқыныш, ыза, ашу сияқты сезімдер болмаса, ол да проблема, иә. Бұл сезімдерді біз сол сәтте өзімізді сергітіп алу үшін қолдануымыз керек. Және ол өте пайдалы. Дегенмен де бұл негативті эмоцияларда болған ұзақ болу біз үшін пайдалы емес. Біз негативті эмоцияда болғанда ситуацияны де анық көрмейміз. Оған эмпатиямен, креативтілікпен, нақты бағытталған әрекетпен жауап бере алмаймыз. Негативті эмоция бұл саботаж жасаушы қасиеттер. Иә, басында пайдалы, бірақ та ол бізге реактивті түрде жауап беруге көмектеседі. Яғни біз ситуацияны қолымызға алмаймыз, біз тек қана сол болып жатқан негативті затқа жауап қана береміз. Ал жауап қана бере берсек, біз бәлкім өзімізге бекітілген шекараның ішіне жетістікке жетсек те, бірақ біз өзіміздің шекарамыздан аса алмаймыз. Біз бұл жерде өзінің потенциалыңа қол жеткізу, өзіңде бар нәрседен гөрі одан секіру туралы айта алмаймыз. Біз жетістікке жеткізумен бақыт туралы да айта алмаймыз. Себебі қаншалықты сондай стресспен, өмір бойы дедлайнмен, қорқынышпен, ашумен, ызамен жүріп жетістікке жеткен, ол бізге қаншалықты пайдалы, қаншалықты біз кішкентай кезімізде солайынан мақсатымызға жету туралы ойландық. Тіпті мысалға Новак Джокович, иә, әлемдегі ең мықты теннисші, ол да айтады, негативті эмоциялар кейде ол қарсыластарынан жеңіліп жатқан кезде де бірден серпіліп қайтадан шығады. Және ол да ылғи айтады, негативті эмоцияда ұзақ болуға болмайды. Және одан бірден шығып, оны бір сигнал, ескерту, бір пружина сияқты қолданып, ары қарай позитивті эмоциялар арқылы өмірге қарауды үйренуіміз керек. Ал бұл шынымен келген кезде тағы да оған үйрену керек. Себебі біздің миымызға берілген алғашқы установкалар, деректері ол жауап беруге, құтқаруға, қорғануға бағытталған. Ал егер біз өзіміздің деңгейімізден секіргіміз келсе, онда бізге ішкі данышпан бұлшық етін, бізге өзін өзі басқару бұлшық етін саналы түрде дамытуға және оны шынықтыруға жұмыс істеу керек. Ішкі данышпан мидың мыналармен байланысты аймағында өмір сүреді: позитив эмоциялар, тыныштық, нақты фокус, креативтілік, жағдайды сыртынан көру, яғни бұл ішкі данышпан тұрғысынан әрекет етеді. Ішкі данышпан режимі дегеніміз әр нәтижені немесе жағдайды сыйлық пен мүмкіндікке айналдыруdur. Мысалға, бұл жерде біз Қытайдың ескі арғымақ жайлы аңызын айтсақ болады. Ертеде біреудің арғымағы болған екен. Оның арғымағы бірінші бәйгеде бірінші болып келгенде көршілер келіп айтады екен: құтты болсын, құттықтаймыз, не деген бақытты адамсыз деп. Сол кезде ана кісі айтады екен: жақсы ма жаман ба, оны кім біліпті дейді. Келесі жолы осы арғымақтың бәйгеден бірінші болып келгенін көрген бір адамдар арғымақты ұрлап кетеді. Сол кезде көршілері қайта келіп ол кісіге басу айтады: кешіріңіз, сіздің арғымағыңыз кетіп қалыпты, қандай жаман болды, енді бәйгеге қатыстыратын да арғымағыңыз жоқ деп. Ол кісі айтады: жақсы ма жаман ба білмеймін деп. Кім біліпті. Келесі бір жолы бұл арғымақ жаңағы ұрлап кеткен адамдардың қорасынан өзі шығып, қайтадан өзінің қазығын тауып келеді. Сол кезде де көршілер келіп қуанып айтқан кезде бұл кісі: жақсы ма жаман ба кім біліпті деп айтады.
Одан кейін біраз уақытта баласы осы арғымаққа мініп, бәйгеге қатысқан кезде ол құлап түседі де жараланады. Сол кезде адамдар келіп тағы да ол кісіге айтады: жақсы ма жаман ба, кешіріңіз, балаңыздей болып жатқан осындай қандай өкінішті деп. Сол кезде ана кісі тағы да айтады: жақсы ма жаман ба, бұл оқиғаны кім біліпті деп. Содан біраз уақыттан кейін елде соғыс басталып кетеді. Барлық ер балаларды соғысқа жарайтын алып кетеді. Ал ана кісінің баласының аяғы жараланғандықтан ол ауылда қалады. Сол кезде көршілер тағы да барып ол кісіні құттықтамақшы болған кезде естеріне ол кісінің ылғи айта беретін сөзі есіне түседі: жақсы ма жаман ба, бұл ситуацияны кім біліпті деп. Яғни қайсы перспектива дұрыс? Саботаж жасаушы бұл жаман, ал ішкі данышпан бұл жақсы, бұл сыйлық. Қайсына сенсеңіз, сол шындыққа айналады. Бұл өмірде жаман да жақсы да жоқ, және әрбір ситуацияны өзгертіп, оны ішкі данышпанымыз арқылы оған қарайтын перспективамызды ауыстырсақ, біздің де миымызда ойлау паттерндары өзгере бастайды. Ал енді бұл ішкі данышпан бұлшық еті, және үшіншісі өзін өзі басқару бұлшық еті. Бұл нәрсе бізге өте қажет, себебі біз саботаж жасаушы ойлау паттерндарында ылғи боламыз. Және сол кезде сол саботаж жасаушы ойлау паттерндарын азайтып, керісінше ішкі данышпан бұлшық етіне ауысу үшін бізге бір маяк керек, иә. Ол маяк және оны ауыстыратын нәрсе бізде 10 секундтық PQ жаттығулары, яғни Positive Intelligence жаттығулары болады. IQ деген сияқты PQ. Осы жаттығуларды жасау арқылы біз өз-өзімізді басқарамыз, яғни бір режимнан екінші режимге ауысу үшін. Және бұл жүйенің қарапайымдылығы сондай: бірінші, негатив эмоцияны сезсеңіз, яғни саботаж жасаушы, тоқтаңыз. Сіз саботаж режиміндасыз. Екінші, PQ жаттығу жасаймыз, жаңағы 10 секундтық. Сөйтіп саботажды азайтып, ішкі данышпанды қосамыз. Бұл жерде PQ жаттығулар дегенде mindfulness жаттығуларын айтсақ болады. Mindfulness ол практика осознанности, немесе саналылық практикасы деп айтсақ болады. Үшінші, әрбір мәселені сыйлық пен мүмкіндікке айналдыруға болады деген ішкі данышпанды қабылдаймыз, және бұл ішкі данышпан бізде 5 бұлшық ет бар, және 5 бұлшық еттің әрқайсысымен жұмыс істеуге болады, және әрқайсысына арналған арнайы жаттығулар бар. Төртінші, осы эмпатия, қызығушылық, креатив сияқты ішкі данышпанның күштерін пайдаланып, жағдайды сыйлыққа айналдыра аламыз. Сұрақ: қиын жағдайдың өзінде саботаждан ішкі данышпанға ауысуға бола ма? Өзіңізді мінеп жатсаңыз, немесе тынымсыз болсаңыз, мазасыз болсаңыз, немесе өзіңізді тек жетістіктеріңіз арқылы бағалайтын болсаңыз, қаншалықты бұны бірден ішкі данышпанға ауысуға болады? Бәріміз де ауыса аламыз, бірақ қаншалықты тез ауысып, қаншалықты біз өзімізді саботаж режимінде екенімізді ұстап алып, талшын, қазір дәл солай сенің саботаждарың осылай айтып жатыр дегеннен данышпанға ауысу үшін біз ментал бұлшық етімізді күшейтуіміз керек. Және мен осы бағдарламаны жүргізу барысында да өзімнің ментал бұлшық етім 100% мен сондай фитпін деп те айта алмаймын. Яғни мен де процесстемін, барлық адамдар процесте. Дегенмен де бұл бізде құрал бар, бізде қосымша бар, және осы қосымшаны күнде жасау арқылы өмірімізде өзгерістер жасай аламыз. Көп курстардың сәтсіздігі олар бізге инсайт береді. Қалай жасау керек, не істеу керек екенін айтады. Дегенмен де бұлардың сәтсіздікке ұшырауының басты себебі біз оны дағдыға айналдырмаймыз. Біз оны әдетке айналдырмаймыз. Біз оған практика жасамаймыз. Және 80% бастысы ол ментал бұлшық етке байланысты. Және сіздерге ұсынғым келетін бағдарлама осы ментал бұлшық етті көбейтуге арналған. Бұл позитив санаға келетін әдеттерді қалыптастыр. Бізде осындай қосымша болады. Қосымша бұл осы кітаптың авторы Шерзат Шаминнің кітабында арнайы бағдарламасына негізделген, және бұл қосымшаның авторы мен емеспін, ол Шерзат Шамин және де оның компаниясы. Және осы қосымшаның ішінде бізде күнделікті фокус болады. Яғни күніне 15 минут қосымшада ментал бұлшық еттерді күшейтуге, дамытуға арналған практикалық жаттығу. Бұл жаттығуларды қаншалықты уақытыңыз тығыз болса да орындай аласыз, себебі 2-3 минуттан әлі 3 сағат сайын жаттығу келіп тұрады. Яғни жұмыста отырып әжетханаға бара жатқан кезіңізде, немесе кофе алатын орныңызда бір 2-3 минут тыңдай аласыз, шай ішіп отырған кезде мәселен.
Және бұл жаттығулар әрбір аптаның фокусына байланысты. Егер де біз мысалға саботаж жасаушы менеджер жұмыс істеп жатсақ, соған байланысты жаттығу келеді, соған байланысты сізге сұрақтар келеді, практика болады. Ал егер де мысалға кейін бұл саботаж жасаушы қасиеттерді өткеннен кейін белгілі бір өмірдегі жаңағы перформанс менеджмент, wellness менеджмент, стресс менеджмент деген сияқты түрлі бөліктермен жұмыс істеуге болады. Апта фокусы, яғни апта сайын бізде бір фокус болады. Оған бір сағат видео беріледі. Бұл ағылшын тілінде Шерзат Чамин өзі жүргізеді. Бұл видео сессиядан кейін алған инсайттарды бекітуге қажетті шабыт пен энергия аласыз. Және оны мен ары қарай жеке-жеке түсіндіремін. Қосымшаның бір жақсы жері прогрессіңізді өлшей аласыз. Себебі жаттығуларды қайсы бөлікке көбірек жаттығу жасаған сайын қай жаққа көңіл бөліп жатқандығыңызды, қаншалықты өзіңіздің өзгеріп жатқаныңызды көресіз. Егер де тіпті бір 8-10 аптадан кейін MRI тестін тапсырып көрсеңіз де, онда да миыңыздың қыртыстарында өзгерістер болады дейді. Бірақ мен өзім әлі ол тестті тапсырып көрмедім. Дегенмен де менің субъективті ойым бойынша менің өмірімде және тағы да басқа осы әлемде осы курстан өткен 500 мыңнан аса адамның өмірінде позитивті өзгерістер байқалған. Және ортақ қолдауы, себебі бұл бағдарламаның ішінде дәл осы бағдарламаға қатысып жатқан басқа да адамдармен бірге есеп беру тобы болады. Әдетте зерттеулер жаңа әдет қалыптастыру үшін мұнда есеп беру тобының жетістік факторы екенін жиі айтады. Енді сіздерге бұл бағдарлама туралы толығырақ айтып берсем болады. Шынымды айтсам, бұл бағдарлама маған ұнады, және де ең басынан бастап басқа жанымдағы адамдармен барлығымен бұл бағдарламамен бөліскім келді. Дегенмен де бағдарлама осы әлемде не көп бағдарлама көп, осы әлемде не көп курс көп, марафон көп, және осыларды өткізбей ақ та өмір сүруге болады. Дегенмен бұл бағдарламаның соншалықты тереңдігі, түрлі ситуацияларды бірге қоса алатындығы және нарықта бұндай бағдарламаның жоқ екендігі, мен ойладым, егер де мысалға дәл қазір біз өтпесек, біз көрмесек, тағы кім оны істейді деп. Сондықтан мейлінше өзінің бағасына тұратындай жақсы бағдарлама екендігіне көзімді жеткізгеннен кейін барып сіздерге ұсынғым келеді. Бұл бағдарлама мега бағдарлама болайын деп тұр, себебі ол 3 айға созылады. Біздің 3 ай 10 апта, 10 аптада 3 ай деген 10 апта емес қой, 12 апта да. Окей, бізде 12 апта бар, ол 3 айлық буткемп. Мұның 6 аптасында біз флагмандық Positive Intelligence бағдарламасы бойынша негізгі Foundation курсын өтеміз. Яғни бұл жерде бізде бағанағы айтқан саботаж жасаушы қасиеттердің барлығымен жұмыс істеп шығамыз. Және ішкі данышпан бұлшықеттері және өзі басқара бұлшықеті әрқайсына бізде жаттығулар өте көп болады. Бірақ соншалықты уақытыңызды алмайтындай, аптасына 1 сағат видео көресіз, 15 минуттан жаттығу жасайсыз. Яғни аптасына 1 сағат видео, күніне 15 минут қосымша арқылы жасалатын ментал фитнес жаттығу, және де New York Times бестселлер Positive Intelligence кітабының аудио және PDF нұсқалары. Ағылшын немесе орыс тілінде қаласаңыз. Және плюс 4 апталық Growth бағдарламасы болады. Яғни сіз Foundation курсын біткеннен кейін Grow бағдарламасына өтесіз. Бұл жерде нақты бізде өмірмен жұмысқа қатысты 10 модуль болады. Мысалға, стресс менеджмент, қарым-қатынасты жақсарту, ата-ана, карьераны жоспарлау. Яғни бағана біз айтқан түрлі саботаж жасаушы және ішкі данышпан өзін өзі басқару деген бұлшықеттерді қалай күнделікті өмірде қолдануға болатын нақты практикалық пайдалану туралы көбірек сөйлесетін боламыз бұл жерде. Көшбасшылық, креативтілік, эмоционалды интеллект және тағы басқа өте қызық. Модульге қатысты мұнда бізде қосымшаның ішінде апдейт болады, 15 минуттық тапсырма бұрынғыдай қайталана береді, бірақ өзіңіз оны өзгерте аласыз. Яғни оған дейін сізге тапсырмалар күн сайын Foundation блогта нақты келіп отырады да, бірақ кейін элективті курс сияқты өзіңіз қалаған затыңызды таңдап өзгерте аласыз. Және екінші нәрсе, бұнда біз есеп беру және коучинг сессиялары болады.
алғашқы бірде-бір коучинг сессиясы. Бұл бізде 30 минут. Мен сізбен жүргіземін. Егер сіз саботаж тестін тапсырып, одан кейін ары қарай менімен бірге осы бағдарламаны өтемін десеңіз, біз алғашқы бірде-бір коучинг сессия өткіземіз. Одан кейін 8 апталық топтық мастер-майнд сессиясы 1 сағаттан, яғни сіз сенбі күні немесе жексенбі күні видеоны көргеннен кейін біз ары қарай не жексенбі, не дүйсенбі күннің біреуінде топтық онлайн сессия жүргіземіз және сол бойынша жұмысымызды, аптамызды жоспарлаймыз. Тағы да сонымен қоса сізге бұған жеке 2 коучинг сессия өтеді 45 минуттан. Бұл коучингдік сессиялар біз 6 апталық фаундейшн бағдарламасын аяқтағаннан кейін басталады, яғни гроуға өткеннен кейін. Сол кезде біз нақты проблемамен жұмыс істей бастаймыз ары қарай. Басынан бастап неге жұмыс істейміз дегенмен де 6 аптадан кейін сізде фаундейшн негізі барлығы болғандықтан сізге де және маған да жұмыс істеу өте оңай болады. Және гроу бағдарламасына өткен кезде бағдарлама авторы Шерзат Шармен өткізетін онлайн лайв кездесу болады. Бұл 6 аптаны бітіргеннен кейін ары қарай 4 аптада 1 сағаттан Шерзат Шармен. Және плюс гроу бағдарламасында бізде әрбір өмірмен жұмысқа қатысты әрбір сессияда 1 сағаттан видео бар. Оны қалаған кезіңізде көре бересіз ары қарай. Мен тағы да университетте жұмыс істегендіктен әрине нақты бағдарлама жасау кезінде әрбір аптада не өтетініміздің барлығын түртіп жазып қойдым. Сонымен алғашқы бағдарлама дайындық, яғни сіз саботаж сессиясын саботаж тестін жасайсыз, біз алғашқы бірде-бір коучинг сессиясын жүргіземіз, танысамыз. Одан кейін 1 аптада топтың алғашқы кездесуі болады. Бұл кезде топ мүшелерімен танысамыз, топтық келісім жасаймыз, күтілетін нәтижелерді анықтаймыз, өзара сенім көпірін орнатамыз. Себебі бәрібір бұл саботаж жасаушы паттерндардандықтан, ішкі данышпан қабілетін дамытқымыз келгендіктен, дегенмен де адам бір-біріне өзінің ойларын айту керек, ашық болу керек және сол барысында бір-біріміздің әңгімемізді басқаларға таратпай осы топтың ішінде қалдыратындай келісім жасауымыз керекпіз бір-бірімізге. Екінші апта өзін өзі басқару, бұл self-command бұлшық еті. Негізі кезінде мен бұл курс өткенде мен үшін осы апта ең іш пыстырарлық апта болды. Себебі мен ойладым, немесіне бұған 1 аптаны бөліп қой деп. Кейін саботаж жасаушы бұлшық еттерді, ішкі данышпан бұлшық етін барлығын өткеннен кейін барып, бұл self-command бұлшық етінің қаншалықты маңызды екенін түсіне бастайсың. Себебі бұл жерде біз PQ reps деп аталатын жаттығулар жасаймыз. Бұл жаттығулар жасау арқылы санамды жақсырақ басқарамыз, негативті тыныштандырып, маңызды мидымыздың оң аймағын іске қосамыз, оң шарт жағындағы. Бұл көбінесе бізде якорь ретінде қолданылатын нәрселер. Медитация, mindfulness практикасына көбірек жақын. Яғни біз мысалға саботаж режимінде болсақ, режимді тоқтатып, ары қарай бірден данышпан ойлап кете алмайсың, мен данышпанмын деп. Бізге бір ситуациядан екінші ситуацияға ауысқан кезге ортасында бір қысқаша бір момент болу керек те, өз-өзімізге ішімізге кіріп, сабамызға келетін. Бұл осы сабаға келтіру, энергияңды толықтыру, өзін-өзі басқару бұлшық еті сол туралы болуы мүмкін. Және менімен бірге өткен кезде сізге де басында екінші апта, мына курсқа не үшін келдім деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ just wait for it. Сонымен 3 мен 4 аптада біз саботажға тосқауыл қоятын бұлшық еттерді қарастырамыз. Бұнда біз өзімізді артқа тартатын саботаж жасаушы қасиеттерді анықтаймыз. Оларға сіздің ойыңызға, сезіміңізге, әрекетіңізге зиян келтіретін кезінде тосқауыл қоюды үйренеміз. 5 пен 7 апта ішкі данышпан бұлшық еті Sage, ішкі данышпан перспективасы туралы әрбір мәселемен қиындықта сыйлық пен мүмкіндікке айналдыруды білеміз және қолдануды үйренеміз. Ары қарай 8 аптада жетістіктерімізбен, яғни бізде фаундейшн бағдарламасы аяқталады. Сөйтіп біз бағдарлама барысында үйренген сабақтарымызды қорытындылаймыз және келесі қадамдарды анықтаймыз. Сөйтіп бұл апта аяқталғаннан кейін 8-12 аптада гроу бағдарламасы басталады. Мен үшін ең тамаша бағдарлама. Себебі сол 8 аптаға дейінгі материалдарды не үшін оқығанымды 8 ары қарай нақты түсіне бастайсың. Бағдарлама барысында айтылған 3 бұлшық етті өмірдің түрлі ситуацияларына қолдануды үйренесіз. Қосымшада өмірмен жұмысқа қатысты 10 модуль бар. Басқа алғашқы 6 модульдан осы модульге қатысты жаңа жаттығулар пайда болады. Бұл айда біз жеке коучинг сессияларын өткіземіз. Шерзат Шармен өткізетін онлайн лайв кездесуге және топтық мастер-майндтарға қатысамыз. Like so excited. Енді бұл жерде бізде жалпы
әрбір күні не істеуге болатынын жоспарланған, оны өзіңіз ары қарай қарай бересіз. Енді бағдарламаның құны дегенге келетін болсақ, өте қиын сұрақ, себебі мындай заттар жасамағандықтан мен әрине не деген баға қойсам болады, қалай болады деп көп ойландым. Жалпы мысалға әрбір осы курстың барысында болатын заттардың нақты реал нарықтық құнын жаздым, иә. Андай бір маркетингдік ход емес. Сонымен алғашқы мысалға бірде бір коучинг 30 минут жасасақ, ол шамамен 10 мың теңге. Иә, бәлкім қазақстандық нарықта өте қымбат та болуы мүмкін, бірақ 10 мың теңге деп жаздым. Екінші, егер де позитив интеллиженс негізін қалаушы Шерзат Шаминнен осы 1 сағаттық 7 модуль сабағын алып, күнделікті ментал жаттығулар PQ қосымшасына сізде қосыла алатын болсаңыз, онда сізге 1 жылға жазылуға $995 алады, яғни бұл теңгемен шамамен 450 мың теңге. Ал егер де 3 ай барысында болатын бізде 8 топтық мастермайнд, 2 гроу мастермайнд сессиясын алсақ, 10 мастермайнд сессиясы шамамен 120 мың теңге деп жаздым. Енді бірде бір бізде коучинг сессиясы болады, иә, 45 минут, 1 сағат 45 минуттан. Бұл шамамен 25 мыңнан 50 мың теңге. Тағы да плюс бізде оған қоса 1 айлық қолданбалы гроу бағдарламасы PK курсы бар. Бұның шамамен бағасы 50 мың. Сонда барлығын қосақ 680 мың теңге. Енді мен өзім ойланам, 680 мың теңгеге мен осылай миыма инвестиция жасай алар ма едім? Иә, меніңше мен жасамас едім деп ойладым. Себебі білмеймін, өйткені бұл өте тәуекел көп, иә. Мен бүгін не айтып жатқанымды мүмкін түсінбеуіңіз де мүмкінсіз. Like whatever shit I'm talking about, but сосын мен ойландым, және мен ең алғашқы курсым болғандықтан, және енді бастап жатқандықтан, тарихтағы ең төмен бағаны белгілейін деп шештім. Және бұл бағадан ешқашан төмен болмайды, себебі ары қарай төмен болса менің сервисім емес, тек өзінің құнын өзі ақтай алмайтын болады. Сондықтан одан төмен қоюға мүмкіндігім жетпеді. Әйтпесе мен ары қарай біреуге ақша төлеуім керек. Сондықтан алғашқы қатысушыларға арналған арнайы баға ол 100 мың теңге 3 айға, яғни сіз айына алған кезде 33 мың теңгеден өзіңіздің ментал фитнесіңізге бөлесіз. Және бұл 33 мың қанша, $60, иә, $60 меніңше өміріңіздің біраз бөлігіне азық болатындай керемет бағдарламадан өтуге мүмкіндік береді. Және мен қаншама университеттердің, институттардың, бағдарламалардың, иә, ресми түрдегі институттардың оқушысы, студенті ретінде бұл бағдарламадан көп нәрсе ала алатыныңызға мен өте сенімдімін. Әрине, кез келген курстың сәттілігі ол оқушыға да және оқытушыға да байланысты. Дегенмен, бұл жерден алатын зат өте көп деп ойлаймын. Егер 2-ге бөліп төлеймін деп жатсаңыз, онда 60 мыңнан 2-ге бөлеміз. Бірақ бұл жерде бізде ешқандай кредит контракт немесе банк арқылы жасау емес. Мен сізге сенемін, сіз маған сенесіз деген сияқты, иә. Қатысу үшін 60 мыңыңызды жіберіп, келесі айда 60 мың жіберсеңіз де болады. Немесе бірден 100 мың теңгеңізді төлеп бастап кетсек болады. Енді логистика. Бағдарлама қазақ және ағылшын тілдерінде жүреді. Бұл біздің ең үлкен бір заттарымыздың бірі. Себебі курсқа жазылатын адамдардың қаншалықты тіл білетінін мен білмеймін. Негізі қазақ және ағылшын тілдерін жақсы білсеңіз, мен үшін өте керемет болады. Енді қазақ, ағылшын, иә. Ағылшын тілі себебі PQ қосымшасы ол толықтай ағылшын тілінде. Яғни Шерзат Шаминнің апталық лекциясы, күнделікті жаттығуларының барлығы ағылшын тілінде келеді. Біз қазақша осылай сөйлесеміз, жеке коучинг курстары және де мастермайндар қазақша әрине жүреді. Бірақ егер де сіз бәрібір осы курсқа қатысам, маған қызықты, бірақ мен ағылшын тілім әлі нашар деп ойлап жатсаңыз, онда кейін өтем деп жатсаңыз, маған тамаша жыл аккаунтына жазыңыз. Себебі мен қазір курсты мүмкіндігінше қазақшаға аударып жатырмын, бірақ дегенмен де оригинал тілінде, ағылшын тілінде оқығанға не жетсін. Плюс ағылшын тіліңізді дамытып жатсаңыз, қолданбалы курс арқылы, иә, оригинал тілден үйренуге не жетсін деп ойлаймын. Сондықтан
Ойланыңыз сол туралы, иә. Жалпы бағдарлама туралы толығырақ білгіңіз келсе, онда positiveintelligence.com сайтына кіріп, сонда программ деген ішінен қарасаңыз болады. Бағдарламаның негізгі құны сол жерде барлық көрсетілген, не болады, қандай секциялар деген сияқты. Бұл 3 айлық ментал фитнестің бағдарламасын біз 5 ақпан бастаймыз бұйырса, және бағдарламаға тіркелудің соңғы күні ол 1 ақпан. Және тіркелу үшін тамаша жол аккаунтына маған инстаграмда хабарлама жазыңыз, және біз ары қарай байланысамыз. Иә, егер де сіз қосылып жатсаңыз, мен өте қуанышты боламын, және де сізге де өте қатты ұнайтынына сенемін, үміттенемін. Иә, және сізге де маған да бәрімізге керемет курс болатындай бір иә, ментал фитнесімізді жақсартып, және өзіміздің миымызды жақсарта алатындай дәрежеге жетеміз деп ойлаймын. Сол осыдан бастап тамаша жыл енді біздің клубы ментал фитнес туралы болмақ. Миымызды дамытайық, оның саулығы туралы ойланайық. Бай!